қоңтаулар хаттамасы Қарағанды облысы және Абай облысының 2025 жылғы 19 қаңтарында номер 2090 ЕИЛ лицензиясы бойынша Наурызбай ауданындағы қатты пайдалы қазбаларды барлау жоспары жобасы бойынша қоршаған ортаға әсер ету рұқсатын алу үшін материалы для получения күні 4.025 сағат 9:30-да басталды. Қоңыр туралы ақпарат жеткізілді. Осы ақпарат бойынша қоңыр тақырыбы Қарағанды облысы және Абай облысы қоғамдық хатшылығының кандидат ретінде ұсынылады. Байбол Бекзат Қайратович, эколог. Келісеміз бе? Регламент бойынша баяндама 10 минут, тақырып бойынша сұрақ жауап 5 минут, қорытындылау 5 минут. Қоғамдық тыңдау төрағасы қоғамдық тыңдау хатшысы Байбол Бекзат. Қайырлы құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылары, бүгін бізде ашық түрде қоғамдық тыңдау болады. Бір минут бола ма Бекзат? Иә. Біздің Малкент ауылынан қанша километр жерде, шақырымда жерде бір территориясын айтып жіберіңіздерші? Иә, баяндаманың ішінде бәрі болады. Бүгін біздің тақырыбымыз Қарағанды облысындағы және Абай облысындағы 24 жыл 19 қаңтардағы 2396 ЕИЛ лицензиясы бойынша Наурызбай ауданындағы қатты пайдалы қазбалар барлау жоспары жобасы бойынша қоршаған ортаға әсер ету рұқсат алу үшін материалдар. Слайдтар орысша және қазақша тілде болады. Бүгін қоғамдық тыңдауда қарастырылған жобалық құжаттар эмиссиялық стандарттар жобасы, өндірістік қоршаған ортаны бақылауға арналған бағдарламасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы және қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар жоспары. Жер қойнау учаскесі екі облыстың Қарағанды облысы мен Абай облысында шекарасында орналасқан. Әкімшілік ауданның орталығы Абай ауданынан шығысқа қарай 355 шақырым жерде орналасқан Аягөз қаласынан. Қарағанды облысындағы ең жақын елді мекен Қарқаралы ауданындағы Татан ауылы. Абай ауданындағы ең жақын елді мекен оңтүстікке қарай 18 шақырым жерде орналасқан Жорға ауылы. Онымен облыстық тас жол арқылы жалғасады. Учаскенің жалпы ауданы 149 шаршы шақырым. Орналасқан жердің таңдау 2024 жыл 19 қаңтардағы 2396 лицензиясына негізделген. Учаскенің мақсаты қатты пайдалы қазбалар кен орындарына барлау жұмыстарын жүргізу болып табылады. Болжалы пайдалану мерзімі 25-29 жылдары. Келесі бізде слайд. Бұрыштардың нүктесі көрсетілген. Бұл слайдта және картасы. Лицензияның территориялық картасы. Осы жерде көрсетілгендей Жорға ауылы және 18 шақырым жерде лицензиялық территория жұмыс болатын жер. Жұмыс өткізілетін жер. Бұл жерде Қарағанды облысында Татан деген бір ауылға Татан шақырым бар. Татан ауылына еңбек бар. Жоғарыда 18 километр соң ары еңбек екеуінің ортасында болатын жер бар. Эмиссиялық стандарттар жобасы. Қарағанды облысы және Абай облысындағы лицензиялар бойынша Наурызбай ауданының қатты пайдалы қазбаларды барлау жоспары бойынша атмосфераға ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасы ластаушы заттардың шығарындыларының барлық көздерін есепке ала отырып, шығарындылардың көздерін түгендеу негізінде әзірленді. Шығарындылардың құрамы мен саны шекті рұқсат етілген шығарындылардың нормативтерінің бұл жобасы 2025-2029 жылдары кезеңінде әзірленді. Атмосфераның ластаушы зиянды заттардың шығарындылардың әсер ету деңгейін анықтау жұмысы екі кезеңде жүргізілді. Шығару көздері түгендеу
НДВ жобасын әзірлеу. Жобада шығарындылардың көзден атмосфераға ластанудың есептеулері ұсынылған және атмосфераға зиянды заттардың шығарындыларын бақылау ұйымдастыру бойынша ұсыныстар берілген. Жоба қазіргі деңгейде атмосфераның ластауының есептеулерін ұсынады. Көздердің шығарындыларының сапалы және сандық сипаттамаларын Қазақстан Республикасының бекітілген атмосфераға зиянды заттардың шығарындыларын есептеу әдістеріне сәйкес теориялық әдіспен анықталды. Қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерін айқындау әдістерімен 12-ші тармақтың талаптарына сәйкес жобалау негізінде жобаланған объектілердің үшін шығарындылар көздердің тізбесін және олардың сипаттамаларын айқындалады. Осы барлау жоспарында көзделген геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылардың 9 ұйымдастырылмаған көзі және 1 ұйымдасқан көзі қарастырылған. Ластаудың ұйымдасқан көзі ол дизельдік электр станциясы пайдалануы және ластаудың ұйымдастырылмаған көздері ол құнды топырақ қабатын жою, құнды топырақ қабатын қоймасы, арналарды қазу, арықтарды толтыру, негізді ұңғымаларды бұрғылау, арнайы көліктердің қозғалысын кезінде шаңды шығаруы, бұзылған жерлерді рекультивациялау, арнайы көліктердің іштен жанатын қозғалғыштарынан шығатын шығарындылар және реттеуге жататын көздердің ластаушы заттардың шығарындылары жылына 3 тонна құрайды. Өндірістік қоршаған ортаны бақылауға арналған бағдарлама. Жоспарланған қызмет 2-ші санатты объектілерге жатады. Қазақстан Республикасының экологиялық кодекстің 2-ші қосымшаның 2-ші бөлімінің 7-12 тармағына қатты пайдалы қазбаларды бақылау мақсатында тау-кен массасын өндіру және топырақтың қозғалысы арқылы қатты пайдалы қазбаларды барлау, жобалық қуаттылық ұңғыманың орташа тереңдігі 100 метр, бұрышы бар ұңғымалардың инклометриялық бұрғылау еңкейтуі 50-90 градус, 12.000 погон метр механикалық траншея және әдісі бойынша 30.000 метр куб. Қалдықтарды басқару бағдарламасы. Қалдықтарды басқару бағдарламасы экологиялық рұқсат құрамдас бөлігі болып табылады және иерархиялық қағидатына сәйкес әзірленді. Пайда болған және үшінші толқалардан алынған қалдықтарды көлемі мен құрамы, олардың жинақтау, жинау, тасымалдау, жою, кәдеге жарату және шығару әдістері туралы ақпаратты, сондай-ақ қалдықтардың түзілуін азайту, олардың кәдеге жарату үлесі ұлғайту бойынша ұсынылатын шаралардың сипаттамасы қамтуға тиіс. Бұл қалдықтарды басқару бағдарламасының әрекет ету мерзімі 2025-2029 жылдар. Баптың 5-ші тармағына сәйкес 41-ші экологиялық кодексіне бірінші және екінші санаттағы объектілеріне, операторларына арналған қалдықтарды басқару бағдарламасына қалдықтардың жинақталуы мен қалдықтармен орналастыру лимиттері негізделген. Кестеде көріп тұрғаныңыздай. Және бізде ақырғы жоба бұл қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары. Бұл жерде құм қиыршық тас қоймасын суару және қоймаларды осы құм қиыршық тас қоймасын суару екі мероприятие болады. Кестеде көріп тұрғаныңыздай. Осымен баяндамам тамамдалды. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, жауап береміз. Мен айтайын деген, ол жерде енді сіздер не болжамасыздар? Қандай қазба жатқан не болжап отырсыз? Қандай не іздейміз? Алтын, мыс? Алтын мыс, ол қазір жазылмайды конкретно. Айтады полиметаллический руда деп, или разведка твердых полей ископаемых. Қатып пайдаланады, барлау жұмыстары. Определение жоқ. Пока белгісіз ғой жаңа. Қазір минерализация бәрін аша жұмыстарын қазір көрсетсе,
Бірақ бар екен, не бар, информация бар, бірақ точно не көбірек емес. Ол в основном ол исторический нәрсе. Ол где-то совет кезінде 70 жылғы, 60 жылғы жұмыстар істелген, заметкалар бәрі бар, фондта жатыр, соны адамдар алып, қарап, и уже мнение сол. Қазір экономика басқа ғой. Например, совет кезінде 2-3 грамм на тонну золото болса, оны жолға салады. Қазіргі экономикаға 1 граммды ала береді. Так что қазір бәрін уже жұмыстарын істеген геологтар уже қазір бәрін қарап жатыр қайтадан. Экономика уже басқа болып жатыр уже. Біз енді өзіміздің ауылымыздан шалғай болғаннан кейін көп бізге әсер жоқ деп сол сіздердің сол кетеспіз. Айтарларыңыз бар ма? Алдында келіп қыста келіп кеттіңіз ғой аналарда ше? Мына басшыларыңызбен танысып, мына сосын айтайын дедім. Қалай айтасыз? Иә, сұрақтарыңыз барыңыз қоя беріңіз. Жоқ болса онда рұқсат етіңіз біздің жұмыстарын қолданып. Ауылда не көп өтпейсің? Месторождение тапсақ, осы жерде ауылда бәрі болады. Салық төленеді, уже салық төлеп жатыр. Недропользователь лицензия алғанша уже төлеп жатыр. Почему? Жоқ. Қазір акиматорда бөлек қой не. Бұнда жоқ үшін. Иә, енді Жоқ келеді, обязательно келеді. Кеше мен аудан әкімімен жолықтым. Осы барлауға разведка келгендердің бәрін солардың басшыларымен сөйлесіп, соның жұмысшылардың түгел именно Малгерді ауылына жаңағы ше. Осы қалай келді төлейтін ше. Жұмысқа алатын ба? Жоқ, жұмысқа алып сол жағында фирмаларында жылатқа не болса деп кеше сөйлестің өзі келетін шығар, бір налогтың біреу маған жіберіп басшылармен сөйлесіп. Бүгінгі назначениеден аманшылық болса жаңағы ше. Иә, соны нақты білдіресіз бұл жерде. Сонда жергілікті халықты жұмыспен қамтамасыз етесіздер, егерде тапсақ. Қазір осы жерде компания көп жүрген, біреу табатын шығар. Үкіметтен бюджетке ақша жоқ беретін геологияға. Меморандумға қайтадан отырады, иә? Обязательно. Ол кезде меморандумды ауылдың жағдайы бәрі анықталады, кіреді. Қазір разведка болады. Добыча болғанда уже басқа, уже, например, тапсақ, сосын тағы келеміз, уже карьер бойынша уже мынандай тоже слушание өткіземіз. Негізгі жоспармен келесіз. Уже негізгі. Қазір уже болжам ғой, примерно. Кішкене жұмыс істейді да, жақсы болса, бастай береді қайтадан. Жоқ болса, онда болмаса демократация. жұмыстарын қолданыңыз біздің. Жұмыстарды қолдайсыздар ма? Ауылды көркейтуге жағдай жасалса, қолдаймыз. Егерде сұрақ жоқ болса, жабасыз ба? Жабасыз, иә. Тыңдалды. Сұрақ жоқ қой ешқандай, иә? Біз енді сіздердің осы проекттеріңізді, жұмыстарыңызды қолдаймыз. Алдағы уақытта сол жерден еңбектеріңізді ақтап, бір қазбай балаға шығып жатса, сол уақытта басталды меморандум деген жұмыс. Жақсы, рахмет. Мына айтайын деген кешегіде басшыларыңызда осы тіл табысып отырмыз. Қазір не болғаннан айтамын. Рахмет. Так, сағат 11-де да? Екі участок. Жаңағы бір участок болды. Екінші участок бар, соны қазір 11-де. Ол 11 деген сізде таныстырылым бола ма, әпе? Басқа жоба екінші. Сіздер таныстырасыздар, иә? Оны 11-ге қарамайды. Департамент технологии, управление трудовым пользованием, заказчик бәрі осы жерде жатыр. Бұны жауып қояды. Просто қазір біз, например, департамент айтамыз, өттік дейді. Видео қай жерге барды? Кім? Сосын фамилияны звондайды, если что. Ауыл туды. Барды ма, анау келді ма? Слушай, не өткізді ма? Я өткізді, жоқ, например. Онда ой, анау не.